Балалар, қазір бір жұмысқа қарай отыратын заман емес қой. Иә. Бір отбасылық бизнес ашпаймыз ба? Давай. Сізде қандай идея бар, айтыңдаршы ал. Менде идея бар. Давайте андай кондитерлік бөлімдер шығаратын андай торт, пирог пісіретін асхана ашайық. Ой, жоқ, оның бәрін өзіміз жеп, біз сразу банкротқа ұшамыз. Одан шығып, қыздар киімін сататын дүкен ашайық. Андай. Ой, қойшы, киім бәрін өзің киесің, сосын ешкім алмайды да оны. Дамир, не ашамыз? Негізі мына жердің терезесін ашу керек. Мен Дамир сен айтқанын қосамын. Аш, тез, бош. Мама, сізде өзіңізде не идея бар? Не ашамыз? Менде же бәрі дайын. Мейрамхана ашамыз. Ой, мама, мейрамхана ашу үшін оған персонал керек қой. Ой, о жағынан ойымдамаңдаршы. Персоналға дейін дайындап қойдым ғой же. Қайрат, бізде бармен. Алдамир, күзетші. Таңшолпан, повар. Илдос, сен официант. Ал мен директормын. Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар, Маки суши ресторанының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Кәсіби аспазшылардың дайындаған муа дейтін дәмді тағамдарын қолжетімді бағада жегілеріңіз келсе, бізге келіңіздер. Біздің ресторанымызға қолдау көрсетіп, арнайы келгендеріңізге, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Бұл күнді біз қанша күттік, қанша түн ұйықтамай дайындадық. Дайындады, өз қолымен тікті. Енді осы ресторанымыздың жемісін көрсек па деген ниетіміз бар. Таныстарыңызға, көршілеріңізге бәріне айтыңыздар. Өте арзан бағада ең дәмді тағамдар тек біздің ресторанда. Олай болса, мейрамханамыздың лентасын кесу рәсімі біздің директорымыз анамыз Жанат ханымға беріледі. Бізге енді қайшы керек? Аха! Ойнаған екенсіздер менімен картаны. Әкел басыңды. Қашан карта ойнап отыра білеміз, қашан адам келеді? Иә, шынымен айтпесе іш пісіп кетті. Ассалаумалейкум, қош келдіңіз біздің мейрамханаға. Не қалайсыз? Бірінші тамақ, екінші тамақ, үшінші тамақ, мүмкін үшеуін бәрін бірге аласыз. Шай, кофе. Маған туалет керек. Туалет етпен, етсіз. Маған жаңа туалет керек. Кәдімгі туалет па? Иә, туалет. Барып келейінші, қай жақтан? Мынаяқтан солға бұрыласыз. Шашыратпаңыз. Судағы сосын. Туалет дейді. Үйінде туалет жоқ дейді. Ассалаумалейкум. Біздің мейрамханаға қош келдіңіздер. Біз жаңадан ашылдық. Бізде кішкентай балаларға акция бар. Мороженое дәмді алсаңыз, қасына қасығы тегін. Кешіріңіз. Әжетханаға тез кіріп шықса інім. Қатты қысылып тұр еді. Әжетханаға? Иә. Сен кішкентайға ма, үлкенге ма? Үлкенге. Үлкенге? Кеп кішкентай болып үлкенге барады екенсің, бірге алып барыңыз онда, мына жерде солға қарай бұрылады. Туалеттен туалет. Тағы да туалет. Айтпа. Адамдар тек қана туалет үшін келетін сияқты. Бұдан ешқандай пайда жоқ қой. Пайда. О! Таптым мен вариант. Келет бізге пайда. Көресің. Келіңіздер, кіріңіздер. Маки ресторанында бәрі керемет.
ыңғайлы, жайлы, іші кең, қолжетімді бағада. Брат, келіңіз, кіріңіз. Тез қанша? Қағаз бар ішінде. Келіңіздер, кіріңіздер. Брат, келіңіз. Бізде бәрі ыңғайлы, жайлы. Ай, тамаша. Шығарда свет өшіріңдер. Нормально. Келіңіздер, кіріңіздер. Қолжетімді бағада, ыңғайлы, жайлы, іші кең. Туалет. Бізге негізі бар ғой, мықты бір жарнама керек сияқты, А давайте ресторанды өртейік. Елдің бәрі көреді ғой өртеніп отқан. Жүгіріп келеді, не болып қалды деп. Бәрін летникке күтіп жібереміз. Мына жерде летник бар ғой. Сояққа күтеміз да, өртеніп отқан отқа тамақ істеп бере саламыз. Зато түскен ақшаға қайттан ремонттап аламыз ресторан. Қайдағын айтпаңызшы, өртеген емес. Менің ойымша бар емес па? Ресторанның алдына дәу жазумен тегін деп жазып қойып. Сол кезде адамдардың бәрі келеді, тегін екен деп. Сол кезде кіру тегін деп алдай саламыз. Ей, оданша өртегені дұрыс қой. Қоя қойында осы жерден. Менің бір апам бар, өсекшіл апам. Рекламаны күшті жасап береді. Соны шақырайын осы жерге. Сөйтіп жақсылап тұрып шай берейік. Сөйтейік та соны жіберейік. Елдің бәріне таратып шықсын өсекті. Ойбай, онда звондасаңызшы менің сразу. Алло, Шиман апа? Қош келдіңіз апа. Рахмет. На келгеніңізге рахмет. На кішігірім мейрамханамыздан дәм татып кетіңіз. Соған шақырған едік біз сізді. Ой, айналайын, құтты болсын мейрамханаларың. Әйтеу кішігірім деп аша салады екенсіңдер сендер. Біздер есіктерің ашып жоқ, сендер ресторан аша саласыңдар. Иә. Мынау, ой, мынау пиццаларың деген керемет, түрінің өзі керемет болып тұр ғой. Иә. Көрейін дәмін. Көріңіз. Алып отырыңыз. Шай ішіңіз. Вау, не деген? Ай, Жанат, у тебя пицца как в Ницце. Ой, рахмет. Ал енді шашлықтарды алып жіберіңіз. Ай, жаным, мынау мен түсім өтем ана парштан берсейші, парштан. Ой, шашлыкты аузыма күрекпен салып атсың ғой сен. Күректеп жіберіңіз. Ай, жаным, ал мынау, я берекесін берсін, ай, құтты болсын. Ал мен айтқаныңыз келсін. Ай, мынау, Ал қаршымнан көрейін, бісміллә. Ай, Жанат-ау, Ау. менің уақытым азғантай. Ал, мен кеттім ал. Мынау істерің берекелі болсын. Рахмет, амин. Саудаларың жүре берсін, шашылың бұта берсін. Айтқаныңыз келсін. Ойбай. Жақсы сау болыңыз. Келіп тұрыңыз. Жақсы. Ау. Шын көмектесемін енді? Гарантия. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Кстати, это у вас пицца, как говорится? Иә, Ниццадан алып келеді, там парашютпен түсіреміз. Саламатсыздар, келіңіздер, қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Ассалаумағалейкум бауырым, осында ма шашлықты күректен ауызға салып жатыр деген? Иә, ақшасын төлесеңіз, КамАЗбен үй жағыңызға түсіріп кетеміз. Екі қолға ертең бере салшы үйге. Болды, кіріңіздер. Келіңіз, төрлетіңіздер. Мә, адам көп бұл енді. Я в раю. Меню. Саламатсыздар ма?
сұлу қыздар, қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Мен осы жердің директорымын, уақытша официант болып жүрмін. Қандай тапсырыс бересіздер? Мен сіздерге негізі өздеріңіз сияқты нәзік, искеген кезде аппетиті ашатын, фигуралар жіңішке, мощный, компактный сушиға заказ беруге кеңес беремін. Бізге суши. Ага. Тоқтаңыз. Суши. Ага. Тор. Ага. Қыздармен сөйлесіп ұрындап тұрғанын қарашы. Свежий салат. Свежий салат, ага. Болды? Свежий салат, кола. Болды. Донор бар ма сіздерде? Донор бар. Донор аламыз ба? Оның бәрі сия ма сіздерге? Сияды. Свежий салат, донор. Ага. Болды. 1 минут күте тұрыңыздар. Свежий салат. Қанша? Ана жерде отырған екі қызға мощный свежий салаттан дайындап қойшы. Мен қазір сушиске барып, суши алдыртайын. Свежий салат. Свежий салат? Қазір көрсетемін свежий салат. Вот, рахмет. Алма не болды? Братишка, қолыңдағы мұнда қойшы. Жігіттер бұл қыздардікі сіздерді емес. Бергеші бер. Ей, май. Қазір ағып кетпей тұрғанда қолыңдағы тезіне жиғал көп қой. Сосын кола алып кешіріңіздер. Кола? Қазір. Что там? Не болды? Әміргеніз, нау? Кола. Жаным, кешіріңізші, білмей қалдым. Сен де бір қызғанбайтын кезде қызғанып. Уақыт тапқан екенсің. Не? Анан удар мықты екен ғой, а? Сен де жаман қыладың ғой, бұл жетіп ше. Мен іште камерадан бәрін көріп отырмын, қарасай, братан, соткаға түсіріп алдым мен. Ютубта хит боласың. Ешак, сен ақыран емессің ба? Ақыр көрген екенсің, келіп көмектеспейсің ба енді? Братан, менде обед. Қаршұста обед болды, ата екеумізде тая жейтін едік. Кетіңдер шығар сендерді. Не ренжіп қалды, көмектеспейсің ба? Бағана видеоны көрсетші. Қарасаңшы. Лот тұрды ғой, иә? Сол үшін саған 1000 теңге. Болмайды, олай негіз. Айтпақшы, мына Маки-Макидің ішін ремонтын жасағанға 1000 теңгеден жинаймыз әрқайсымыз. Сол үшін 1000 теңге қайтадан өзіме аламын. Не күлесіңдер? Болып мен диетаға отырам, вообще ештеңе жемеймін. Кішкене жеймін. Бүгін қанша маған дегенде? Білмеймін, өз басым 5000-нан келсін күндігінде. Ой, мен деген нақты клиент бәрін көрдің ғой, қанша мадан деген. Жоқ дегенде олыңнан ғой. Ол деген. Мама келеді. Директор келеді. Айлық. Ең. Бүгін бәрін жақсы жұмыс істедіңдер. Күшті болды бүгінгі күн. Әсіресе мен күшті жұмыс істедім. Иә, керемет жұмыс істедім. Бәрін айлықтарыңды берейін. Дамир, 5000 теңге. Қайрат саған 5000 теңге. Танчо, сен күшті жұмыс істедің бүгін. Молодец, рахмет. 10 000 теңге. Мынау менікі 30 000. Енді саған 1000 теңге. Не үшін маған 1000 теңге? Мен сен күні бойы аңдумен болдым. Аңдумен? Ал, көрсетейін сендерге шалбанның қалай алынатын. Мә саған. Мен жүрем. Дамир, Алмам. сен кеше цех жуғансың. Бүгін Елдостың кезегі. Елдос сені цех жуасын. Тесе жупсаш. Бардаха.
кеше 2 сағат жуған соң прикинь шаршап кеткен соң сәттілік саған братан. 2 сағат дейсің ба? Блин. Не істеймін енді? Бір вариант бар менде. Қарындас, не істедіңіз мұнаны? В смысле мен істедім? Сіз істедіңіз ғой, стакан сындырғаныңыз не? Мен құлатқан жоқпын. Білесіз ба, стакан қандай екен? Бұл анша-мұнша стакан емес, Стаканстанмен шекаралас Югославия деген мемлекеттен келген бұл. Ондай мемлекет жоқ. Көрдіңіз ба? Ол мемлекет бар кезінде әкелген етін. Одан кейін ол мемлекет жоқ болып кетті, стакан қалды. Тарихи жәдігер, камера тұр, по-любому төлейсіз нан ақшасын. Менде ондай ақша жоқ. Енді басқа вариантпен төлейсіз. Мен ондай қыз емеспін. Мен де ондай жігіт емеспін. Басқа да варианттар бар ғой. Не істеу керек? Не істеу керек дегенде? Осы манки-манкиға бір күні бастық болам ғой, айлықтарын егіз еқіп берем. Сөйтіп. Жай. Ката, тарелканы сындырып алып, полды жүк көт жүрме. Қалай кетті? Әдемі қатар егіз Жігіттер, счеттарыңыз? Счет төлемейміз, в общем. Тамақтардың тым ұнаған жоқ еще. Тамағын алған жоқ деп, бәрін жеп қойғандарыңыз ше? Димаш баш. Мейді қатырмай. Төлемейсіздер ғой? Төлемейміз. Қазір. Қуады екен ол тазаламай. Дамир, ақыран емессің ба? Не ол? Ана столик счет төлемейміз дейді, бар да сөйлес. Ой, анау ма? Шашын жылып қолына беремін де 2 есе қоламын ғой, братан, счетін. Сәл солға қараш. Братан, арасында қайырымдылық жасап тұрған дұрыс қой. Тегін шие берсін. Көп сөйлемей, бар да сөйлес, сен ақыранасың ғой. Қорқып тұр деп тұрсың ба? Қазір сөйлесен. Эй! Ау! Братан, Дамир бір удардан қой. Спори, жетпей бұтына жібереді. Көрейік. Не болды? Дым уайымдамаңдар, бұл шешіп сан. Красавчик. Ақшасы кән? Маған жаза салыңдар. Еш жағынан әңгіме болса хабарласасыңдар. Мынау мал екен ғой? Не әңгіме. Не әңгіме.